Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сүзбелі, яғни творожный пирог жасайтын боламыз. Бұл рецепт өте оңай, күнделікті шайға пісіріп жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, құрамында сүзбе болғандықтан пайдалы пирог. Ал онда бастайық. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін үлкен шұңқыр ыдысқа бір жұмыртқаны жарып салып, үстіне қант қосып, венчиктің көмегімен біркелкі массаға келгенше араластырамыз. Үстіне ұнның жартысын қосып, үстіне қопсытқышты қосып, араластырамыз. Қоспалардың нақты мөлшері описаниеде жазылған. Осы ұнның үстіне сары майды салып, қолдың көмегімен араластырамыз. Содан кейін қалған ұнның барлығын қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Жұп-жұмсақ қамыр дайын болғаннан кейін қамырды қапшыққа салып, тоңазытқышқа қоямыз. Осы уақытта салмасын дайындаймыз. Ол үшін үлкен ыдысқа бір жұмыртқаны жарып салып, үстіне қант қосамыз. Оның үстіне сүзбемізді салып, және де 4-5 ас қасық қаймақ саламыз. Осының барлығын миксермен немесе блендермен қою болғанша араластырамыз. Келесі осындай формаға қамырды жаямыз. Мен пергамент қағазын төседім, ол бірақ міндетті емес. Сұйық май жақсаңыздар да болады. Қамырды дәл видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Оның үстіне салмамызды саламыз. Мінекей осындай қоюлықта дайын болды. Салманы салып, барлығын бетін бір тегіс етіп тегістейміз. Келесі 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің сүзбелі пирог өте керемет болып пісіп шықты. Ауызашарға дайындасаңыздар, нағыз десерт болып саналады. Жеңіл, асқазанға ауыр емес, тәттісі де қатты көп емес. Отбасымның ең сүйікті пирогтарының бірі. Сіздерге де 100% ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, осы рецептпен дайындасаңыздар, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге арнап өте қызықты видеолар түсіретін боламын. Жіберіп алмас үшін дәл қазір каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, келесі кездескенше сау болыңыздар.